Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз материктерге жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ең бірінші 6 материк бар екенін мен тағы да қайталап өтейік. Ол үлкеннен кішісіне қарай Евразия материгі, Африка материгі, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида және Австралия материктері бар. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ең бірінші біз бастайтынымыз ежелгі Лавразия материгінің құрамынан бөлім шыққан Евразия мен Солтүстік Америка материктері туралы тоқталатын боламыз. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз Евразия материгі. Евразия материгі әлемдегі ең үлкен материк болып саналады, және ол жер көлемі 54 миллион километр квадратты құрайды. Ең үлкен материк, жалпы құрлықтың ауданы 149 миллион километр квадрат болса, соның 3/1 бөлігін шамамен алып жатыр екен. Ол екі дүние бөлігінен тұрады: Европа, Азия деген. Евразия сөзі негізінен ежелгі Месопотамияны мекендеген финикиялықтардың айтып кетуі бойынша Эреб сөзі Европа деген мағынаны білдірген, яғни ол батыс деген мағынаны білдіреді. Аудармасы бойынша, ал асу дегеніміз Азия, шығыс деген мағынаны білдіреді. Сол екі сөздің қосындысынан, Европа-Азия сөзінің қосындысынан Евразия сөзі шыққан болатын. Евразияның бірнеше ерекшеліктері бар. Құрылымдық ерекшеліктері ол дүние жүзіндегі ең деген және Евразияның өзінің ең деген терминдерін осы жерде қарайтын боламыз. Бірінші, Евразия материгі 4 мұхит суы жан-жағынан шайып жатыр. Ол солтүстігінде солтүстік мұзды мұхиты, шығысында Тынық мұхиты, оңтүстігінде Үнді мұхиты және батысында Атлант мұхит сулары шайып жатыр. Және сол мұхиттарға жататын бірнеше теңіздер бар. Және де тағы айтатынымыз, оның 4 шеткі нүктелері: біріншісі Челюскин солтүстікте, шығыста Дежнев, оңтүстікте Пиай және батыста Рока деген шеткі нүктелері бар. Шеткі нүктелерін кейде Мүйіс деп атайды. Мүйіс деп те кейде атайды. Ол шеткі нүктелеріне сәйкес келеді. Және Евразия материгі тағы бір ерекшелігі бойынша 4 мұхит су шайып жатыр дедік. Және де тағы бір ерекшелігі, солтүстік жартышарға тән барлық климаттық белдеулер кесіп өтеді. Тіпті экваторлық белдеу, содан кейін тағы да мынау жатқан зонт аралдары оңтүстік жартышарға тән де климаттық белдеулерді кесіп өтеді екен. Осындай ерекшеліктері бар. Енді Евразия материгіне толығырақ тоқталатын боламыз. Ол жерде бірінші қарайтынымыз ішкі сулары, жер бедері, ашылу тарихы, зерттеушілері және ол жерде климаттық белгілер мен табиғат зоналары туралы толығырақ айтамыз. Бірінші, жеке-жеке физикалық картасымен танысып алайық. Жаңа айтқандай 4 жағын 4 мұхит су шайып жатыр. Ең тағы бір айтатынымыз таулар. Бірінші тоқталатынымыз таулар. Ол жерде ең биік тау Гималай тауы болып келеді. Әлемдегі ең ірі 8-мен ашатын шыңдардың 11-і осы Гималай тауында орналасқан. Және ең биік нүктесі Евразияның және дүниежүзінің осы Гималай тауының Непал елінің бөлігінде орналасқан Джомолунгма шыңы. Ол европалықтар Эверест деп атайды, және Джомолунгма шыңы атауы бойынша Непал тіліне аударған кезде таудың ана құдай деген мағынаны білдіреді. Ал Гималай сөзі тау, осы Гималай тауы осы Непал елінде орналасқан, Қытай мен Үндістан бөлігінде. Және ол жерге тағы да жатқан Тибет тауы бар және Кунлунь тауы бар. Одан басқа ірі таулардың барлығы осы Альпі Гималай геосинклиналық белдеуінде және Тынық мұхит белдеуінде орналасқан. Альпі тауы батыс Европада, шығыс Европада, Карпат тауы, Кавказ тауы және мына жерде орналасқан Тянь-Шань, Памир, Кунлунь, Тибет, Гималай тауына дейін жалғасып келеді. Одан бөлік Алтай, Саян және Сауыр Тарбағатай тауларды осы жерлерді қамтиды. Енді келесі жазықтары. Евразиядағы ең ежелгі жазық шығыс Еуропа жазығы, және жазықтардың бірі, жас платформалардың бірі осы батыс Сібір жазығы, Ұлы Қытай жазығы, Тұран жазығы және осы Үндістан жеріндегі Үнді-Ганг ойпаты, осыларды жатқызуға болады. Келесі аралдарына жеке-жеке тоқталатын болсақ, Евразиядағы ең ірі арал Калимантан аралы, зонт аралдарының ішіндегі ең ірісі. Және де осы жерде Сулавеси, Суматра, Зонт және де Филиппин аралдары қамтып жатыр. Ал мына жерде тұрған Жаңа Гвинея аралы Австралияға жатады. Келесі мына жерде тұрған Қытайдың аралдары енді Хайнянь, Тайвань және мына Үндістанның оңтүстігінде орналасқан Шри-Ланка және Мальдив аралдары қамтып жатыр. Келесі Жапон аралдары 4 ірі аралдан тұрады: Хонсю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю деген. Және келесі Сахалин аралы Ресейдің территориясына жататын Жаңа Сібір, солтүстік жер, Жаңа жер, Франц Йосиф аралы және Шпицберген архипелагы. Және мына жерде материктік аралдар Британия және Ирландия аралдары және жанартаулық арал Исландия аралы. Жерорта теңізіндегі бірнеше аралдар бар. Ол Кипр, Крит аралдары және де
Италия бөлігіне жататын Сицилия, Сардиния және Францияның бөлігіне жататын Корсика аралдары. Осылар жағалауындағы ірі аралдарға жатады. Енді келесі түбектерге тоқталатын болсақ, түбектер Евразиядағы әлемдегі ең үлкен түбек Евразия материгінде орналасқан, ол Арабия түбегі 3 миллион километр квадрат жерді құрайтын. Келесі Үндістан түбегі, Үндіқтай түбегі және Үндіқтай бөлігінде Малакка түбегі орналасқан созылыңқы, және келесі Корей түбегі, Камчатка түбегі, және де мына жерде Таймыр түбегі, Ямал түбегі, Кольский түбегі және Скандинавия түбегі. Мынау Финляндия территориясын қосқанда Фенноскандия деп аталады. Келесі мына жерде Лапландия болады, Дания орналасқан түбек Ютландия, және келесі Испания мен Португалия орналасқан Пиреней түбегі, Италия орналасқан Апеннин түбегі және Грекия сияқты елдер орналасқан осы жердегі Жерорта теңізінде Балқан түбегі, және Түркия орналасқан Кіші Азия түбегі, кейде оны Алдыңғы Азия деп те атайды. Осындай бірнеше түбектер қамтылған, және ол түбектерде елдер орналасқан. Келесі Евразияның өзендері. Өзендер негізінен 4 мұхит жағалауына жақын, қай мұхит жағалауына құйса, мұхитқа құйса, сол мұхит алабына жатады. Негізінен Евразияда 5 алап бар, өзен алаптар. Оның 4-еуі 4 мұхитқа және орталық бөлігі ішкі тұйық алап деп аталады. Бірінші, Тынық мұхит алабындағы өзендер ірі болып келеді. Ол Евразиядағы ең ірі өзен Янцзы, одан кейінгі Хуанхэ, Амур және Меконг. Осы өзендер ірілері болып саналады. Келесі, Үнді мұхитына құятын өзендер Үндістан бөлігінде және мынау Паршығанақ бөлігінде орналасқан. Біріншісі, Паршығанақ Түркия жерінен басталып, Паршығанақ арқылы Үнді мұхитына құятын, ол ежелік қос өзен Тигр, Ефрат және де Үндістандағы Үнді, Ганг және Брахмапутра өзендері жатады. Келесі, Атлант мұхитында Европа территориясында бірнеше үлкен өзендер бар. Солардың ішінде ең үлкеннен бастап айтатын болсақ, Дунай, Днепр, Днестр және де Европа, батыс Европада орналасқан Висла, Рейн және Франция өтетін Луара, Сена өзендері және Лондонды кесіп өтетін Ұлыбританиядағы Темза өзені жатады. Және солтүстік мұзды мұхитындағы өзендерде өте үлкен ірі суы мол болып келеді. Және оның ішіндегі ең ірілері мына жерде Обь, Ертіс, Есіл, Тобыл бірігіп Обь болады осы жерде, және Енисей, Лена, Ангара сияқты бірнеше ірі өзендері бар. Енді жеке-жеке мұхиттардың ерекшелігі бойынша Тынық мұхиты бірінші, ол Евразия қатысты. Ол жерде жағалауында ірі аралдар қалыптастырған жанартаулар көп болып келеді. Үнді мұхиты ол жылы болып келеді және ол жерде маржандықтар аздап кездеседі. Ал Атлант мұхитына айтылатын бір ақпарат, ол Атлант мұхитындағы ең таяз жер ол солтүстік теңіздегі Доггер Банка деген жер. Қайраңы сол жер -13 метрді құрайды. Және солтүстік мұзды мұхиты қазір кезде мұздықтардың еруіне байланысты ол жерде кеме қатынасы дами бастады. Бірақ та ол жер батыстан шығысқа қарай өту үшін 2-4 ай жол жүруді керек етеді. Және солтүстік мұзды мұхитты осы жерде евразиялықтар зерттеп кеткен, олар орыстар мен норвегтер. Олар атап айтатын болсақ, Шмидт, Нансен, Папанин, Седов және Витус Беринг пен Баренцті айтуға болады. Осылар солтүстік мұзды мұхиттың ерекшеліктерін, табиғатын зерттеп кеткен болатын. Енді Евразиядағы ең қандай дүние жүзіндегі ең ірі қандай объектілер орналасқандығын айтайық. Ол жерде дүние жүзіндегі ең биік шың 8848 метрді құрайтын Гималай тауындағы Джамалунг шыңы орналасқан. Әлемдегі ең үлкен түбек Арабия түбегі орналасқан, 3 миллион километр квадрат жерді құрайтын, және әлемдегі ең үлкен көл Каспий теңізі орналасқан, 390 мың километр квадратты құрайтын, және әлемдегі ең терең көл дүние жүзіндегі ол Байкал, Сібірдегі Байкал көлі, тереңдігі 1620 метрді құрайды. Және Евразиядағы әлемдегі және Евразиядағы ең көп жауын-шашын түсетін жер осы Евразиядағы Гималай тауының оңтүстік шығыс бөлігінде Үндістан жеріндегі Черапунжи елді мекенінде. Ол жерде 12 мың миллиметр жауын-шашын түседі. Келесі, ең жауын-шашын аз түсетін жер көбінесе 100 миллиметр болып келеді. Ал Евразиядағы ең жауын-шашын аз түсетін жер 15 миллиметрді құрайды. Ол Руб-эль-Хали шөлі, яғни Арабия түбегінің орталық бөлігін қамтиды. Және Евразиядағы ең суық температура осы Оймякон деген Верхоянск жотасында, яғни Якутия жақта Оймякон елді мекенде тіркелген. Ол жерде солтүстік жарты шардағы ең төмен нүкте -71 градусты құрайды. Және де ең ыстық жері де осы Евразияның оңтүстігінде орналасқан, ол
плюс 53 градусты құрайтын тар шөлінде болып келеді. Евразия материгіндегі ең төмен нүкте осы Арабия түбегінің солтүстік бөлігінде орналасқан, және ол жерде өл теңіз деңгейінде КХОР ойысы -403 дейді. Осы жерде биіктік айырмасын шығаратын болсақ, 8848-ге 403-ті қосамыз, сол кезде 9251 Евразия материгінің ең биік нүктелері мен ең төмен нүктесінің айырмашылығы шығады. Және де Евразия Антарктида кейінгі ең биік материк болып саналады, оның биіктігі 840 метрді құрайды. Және Евразияда ең көп батпақтар Евразияда орналасқан, яғни дүние жүзінде батпақтардың 80% осы Евразияда орналасқан. Ол батпақтар мынау солтүстік бөлікті құрайды. Неге батпақ қалыптасады солтүстікте? Себебі ол жерге жауын-шашын мөлшері көп түседі де, керісінше күн сәулесі аз түседі. Сондықтан буланушылық аз болғандықтан су жерге жинақталып батпақты құрайды. 80% осы солтүстік Сібірде бөліктерінде қамтып жатады. Батпақтар көк түсті сызықша мен белгіленеді. Және де келесі шөл зонасы осы оңтүстік бөлікті қамтиды. Және Байкал дүние жүзіндегі 20% тұщы суды жинақталған осы Байкал көлінде болып келеді. Ол жердің өзендеріне тоқталдық, енді көлдеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, бұл жерде көлдер көбінесе тектоникалық және қалдық көлдер болып саналады. Бірінші қалдық көлдерді айтатын болсақ, осы жер, осы жасыл бояуға боялған ойпатты жерлер бұрын теңіз болған және теңіз түбі болған. Кейіннен теңіз тартылып кету нәтижесінде қалдық көлдер осы жерде қалып қойған. Бірінші Каспий ең үлкен көл, Арал, Балқаш және Қытайдағы құммен бірге көшетін Лобнор көлі қалдық көлдерге жатады. Ал тектоникалық көлдерді айтатын болсақ, Сібірдегі Байкал, Қазақстан территориясында Алтайдағы Зайсан мен Марқакөл және Ыстықкөлдегі Тянь-Шань тауындағы Ыстықкөл Тянь-Шань тауының Інжу маржаны деп атайды, және Альп тауындағы Женева көлінде жатқызуға болады. Және мұздық қазу әрекеті нәтижесінде 4 көл қалыптасқан, оның екеуі Ресей территориясында және екеуі осы Скандинавияда орналасқан. Міне олар Ладога және Онега деген, және Скандинавиядағы Венерн веттерін деген көлдер мұздық қазу әрекеті нәтижесінде қалыптасқан. Ал оңтүстікте ірі көлдер мүлдем жоқ, себебі ол жерде тропиктік белдеуде орналасқандықтан шөлді болып келеді. Ал шөлдерін тоқтатын болсақ, Рубель Хали шөлі Орта Азиядағы ең үлкен шөл, Қызылқұм, және де мына жерде Такламакан, Гоби шөлі Моңғолия мен Қытай территориясындағы, және Тар шөлі Үндістан территориясында қалыптасқан. Бұл шөлдердің барлығы жауын-шашын мөлшерінің аздығынан қалыптасады. Ал Евразия материгінің зерттеушілер, яғни саяхатшылар кімдер ашты деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол жердегі ең ірі зерттеушілері 3 зерттеушіні айтуға болады. Оның біріншісі Тянь-Шаньский, Семенов Тянь-Шаньский, Тянь-Шань тауының Гумбольдт айтып кеткендей, Тянь-Шань тауы, мынау тұрған Тянь-Шань тауы жанартаудың атқылау әрекетінен пайда болады дегенді жоққа шығарып, ол жер ешқандай да жанартау болмаған және қатпарлы жақпарлы таулардан тұратындығын анықтаған Семенов Тянь-Шаньский болатын. Ол 1827-1914 жылдары аралығында өмір сүрген болатын. Семенов Тянь-Шаньский тағы бір ашып кеткені, ол Хан Тәңірі массивін шыңын ашқан болатын. Келесі Пржевальский, орыс ғалымы Пржевальский Қытай территориясын, Моңғолия территориясын осы Ыстықкөл маңын түгел зерттеп, ол жерде бірнеше жаңалықтар ашқан. Оның ең біріншісі Хуанхэ және Янсы өзендерінің бастауын анықтаған, құммен бірге көшіп жүретін Лобнор көлін зерттеген, және бірнеше мың километр жаяу жүріп осы жерді түгел зерттеген нәтижесінде белгісіз жылқы құланға ұқсайтын Пржевальский жылқысын тапқан болатын. Кейіннен ол Ыстықкөл маңында көп зерттеулер жүргізеді. Ең нәтижесінде өзінің өсиеті бойынша ол осы Тянь-Шань тау бөктерінде жерленген болатын. Енді Евразия материгі үлкен болғандықтан ол жердің климатына тоқтала кетейік. Климаты үлкен болғандықтан өте әртүрлі, алуан түрлі болып келеді. Негізінен климаты континенттік, яғни құрлықшылық, және осы теңіздік деп екіге бөлсек болады. Ең басынан бастап солтүстіктен оңтүстікке қарай айтатын болсақ, ең біріншісі ол арктикалық климаттық белдеу, яғни полярлық климаттық белдеу солтүстік бөлігін қамтиды, мұз жауып жатыр. Келесі үлкен бөлікті 40 пен 60 градус аралығын қамтитын қоңыржай белдеу, Қазақстан территориясы толықтай осы жерде жатыр. Және келесі үшіншісі тропиктік белдеу 20-30 аралығы, және де экваторлық белдеу осы аралдарды маңын қамтиды. Көбінесе бұл жерде енді табиғат зоналарына тоқтала кететін болсақ, солтүстіктен оңтүстікке қарай қарастырған жөн болады. Ол біріншісі арктикалық шөл.
Арктикалық шөл деп аталу себебі ол жерде мүлдем жауын-шашын жаумайды, жауғанның өзінде қатты күйде өте аз мөлшерде жауады. Ол жердің арктикалық шөлдің негізгі жануарлары ақ түлкі, ақ аюды айтуға болады. Ол көбінесе мына жердегі аралды жерлерде Ресейдің солтүстігін мекендейді, жағалық бөліктерді. Келесі ол мына жерде алып жатқан тундра аймағы. Тундра аймағы көбінесе Ресейдің солтүстік бөлігін алып жатыр. Ол жерде биік шөптер мен биік ағаштар мүлдем кеспейді, тек қана қисық бұталар кездеседі. Тундраның негізгі өсімдігі ол мүк пен қына. Ол мүк пен қына ең көп таралған түрі бұғы мүгі. Себебі ол жерде бұғылар мекендейді, және бірнеше құстар мен кіші тышқан тәріздес және осы жердегі түлкілер мекендейді. Көбінесе олар ақ түсті болып келеді, себебі ол жерде қалың қар жатады. Тундрада, арктикалық шөлде жаз деп тек қана 1-2 айда ғана айтса болады, оның өзі мұздан айырылған жерде ғана. Кейіннен өсімдіктер өсіп тұрғаннан кейін қайтадан қар жауып кетеді. Сондықтан олар шымтезекке айналып кете береді. Келесі табиғат зонасы үлкен бөлікті алып жатыр. Оны былай да айтса болады, Еуразиядағы ең үлкен бөлікті алып жатқан табиғат зонасы деп айтуға болады. Ол тайга зонасы. Скандинавия аймағын және Ресейдің біраз бөліктерін алып жатыр. Ол тайга қандай өсімдіктерден тұрады десек, қылқан жапырақты өсімдіктерден тұрады. Ол жерде аюлар және де бірнеше ірі жануарлар кездеседі. Бұғы, елік және де маралды айтуға болады. Одан соң бұғы тұқымдасына жататын бұланды да айтуымызға болады. Ал Скандинавиядағы көбінесе қылқан жапырақтар орман шаруашылығына және ағаш өңдеу өнеркәсібіне кетеді. Ал Ресейдегі тайга ит тұмсығы батпаған десе де болады. Тура осы бөлікте құрларда мекендейді. Саңырау құр деген құстар мекендейді. Және де осы Камчатка жақта, қиыр шығыста ірі жыртқыш уссури жолбарысы мекендейді. Және ол қорғауға алынған. Келесі осы жерде орналасқан Байкал көлі туралы тағы да тоқталатын болсақ, Байкал көлі маңында қорық және ұлттық саябақтар ұйымдастырылған. Соның ішінде Байкалда қорғалатын, Байкал негізінен тектоникалық көл, және ол жерде қыста беті қатып жатады. Және де оның ерекшелігі 336 өзен құйып, бір ғана өзен, Ангара өзені ағып шығады. Және осы жерде қорғау алынған жануарлар ол аппақ тюлен болып келеді, ол итбалық, яғни ол нерпа деп аталады. Келесі шабақтарын тірі туатын балық, голомянка балығы осы Байкалда қорғауға алынған. Келесі мына жерде Европалық бөлікте тура осы белдеуде Польша мен Беларусия аймағында екі елдің арасында Беловеж-Ну қорығы ұйымдастырылған. Ол қорықта зубырлар қорғалады. Келесі тағы бір айта кететініміз, Исландия жанартаулық аралында ежелгі мұз дәуірінен бері сақталып қалған қой өгіз жануары мекендейді, және ол қорғауға алынған. Келесі ауыспалы және жалпақ жапырақты ормандар, аралас ормандар осы Қазақстанның солтүстік бөлігін және Ресей территориясын, Европаның бір өз бөлігін қамтып жатыр. Ол аралас ормандар жапырақтары әртүрлі ағаштардан тұрады. Айта кететін болсақ, шамшат, емен және де қайың көктерек ағаштарынан тұрады. Кейіннен орман зонасы кетеді, Қазақстан территориясы бойынша дала зонасы кетеді, шөл зоналар кете береді. Ары қарай барлығы үлкен бөлікті алып жатқанның барлығы шөл зонасын қамтиды. Олардың жерлері жазықты болып келеді. Шөл зонасында бірнеше түрлі өсімдіктерді айтуымызға болады. Олардың ішіндегі топтарға бөліп қарастыратын болсақ, ксерофиттер. Біріншісі ксерофиттер шөлге төзімді өсімдіктерді айтамыз. Оған мысалға сексеуілді жатқызуға болады. Келесі эфемерлер. Көктемде ерте гүлдеп тұқым шашып үлгеретіндер, олар қызғалдақ, қаңбақ, бәйшешек сияқты гүлдерді, өсімдіктерді жатқызуымызға болады. Және де осы жерде оңтүстік бөлігінде тропиктік шөлдер кетеді, және осы оңтүстік бөлігінде, Евразияның оңтүстігінде аралдарда мәңгі жасыл ормандар, яғни джунглилар осы Үндістан территориясында, Индонезия территориясында қалыптасқан. Ол жердегі биік ағаштарды өрмелеп өсетін лианалар да осы жерде кездеседі. Және де Қытай территориясында бамбук ағашы панда мекендейді. Енді Арабия түбегіне келетін болсақ, ол жерде өте құмды, шөлді болып келеді. Ол жердегі көшпелі арабтарды бәдәуилер деп атайды. Және осы құмдарда Руб эль-Хали шөлінде оазистер кездеседі. Оазис дегеніміз қазақша шұрат деп аталады, яғни құмды аймақтарда орталық бөлігінде немесе араларында
жайқалып тұрған ағаштардан тұратын жерлерді айтуымызға болады. Оның себебі жер асты сулары осы шөлдердің бетіне жақын болып келеді. Ол жерде жабайы есек анагір бар, және де бір үркешті жабайы түйе нар, және ол жерде дромедар деп аталады. Және Үндістанда үлкен Үндістан пілі, және де басқа да маймылдардың түрлері осы жерде кең таралған. Тіпті Жапонияның өзінде жапон макакасы осы Жапония аралдарында таралған болатын. Осымен Евразия материгін қорытындылайтын болсақ, тағы да ақпараттар ол Шри-Ланка және Үндістан аймағында сапфир, рубин сияқты тастар өндіріледі, және де біз айтқанымыздай негізінен таулардағы биік белдеуліктер ол төменгі зонасы қайыңдай табиғат зонасына орналасқан, соған байланысты айтылатын болады. Ал тағы бір ерекшелігі Гималай тауының оңтүстігіндегі табиғат зонасы Терая деп аталады. Ол Терая өте өсімдіктерге бай болып келеді, және Терая деген грек тіліне аударғанда құбыжық деген мағынаны білдіреді. Осымен біз Евразия материгін қорытындылаймыз. Енді келесі өтетін тақырыбымыз халқы және елдер деген тақырыпты толығырақ айтатын боламыз. Евразияда әлемдегі ең көп халықтар осы Евразияда орналасқан. 4 миллиардтан астам халық орналасқан, әлемде 7 миллиард халық болса. Және де Азияның өзінде 45-тен астам ел бар, және Европаның өзінде 45-ке жуық елдер бар. Сонда Евразияда ең көп елдер мен халықтар орналасқан екен. Және оларға жеке-жеке тоқтала кетейік. Бірінші, халқын айтпас бұрын Евразиядағы діндерін айтайық. Ол жердегі діндер негізінен әлемдік діндердің барлығы пайда болуы да шығу тегі де осы жерде орналасқан. Енді діндерге жеке-жеке тоқталайық. Біздің бірінші айтатынымыз, жалпы дінді де осы жерде толығырақ айта кетейік. Ол діндер негізі әлемдік және дәстүрлі, және де ұлттық діндер болып үшке бөлінеді. Енді әлемдік діндерді айтатын болсақ, ол ең ежелгі бірінші пайда болған дін буддизм, келесі христиан діні және ислам діні. Осы үш дінде Евразия бөлігіне таралған, және осы жерде пайда болып дамыған. Ол бірінші Үндістанда Сиддхартха Гаутама деген кісі буддизм дінінің негізін қалаушы осы Үндістан жерінде таратқан болатын. Бірақ қазір кезде Үндістанда ешкім буддизм дінін ұстанбайды десек те болады. Келесі, христиан діні осы қазір кезде католик, әсіресе католик діні осы Апеннин түбегіндегі Ватикан елінің орталығы болып саналады. Христиан діні де сонда үш тармаққа бөлінеді. Ол католик діні, және осы орталық Европада таралған протестант діні, және де орыстар ұстанатын православ діні. Осындай үш түрге бөлінеді. Келесі ислам діні. Ислам діні осы Арабия түбегінде пайда болған, және де қазіргі кезде осы Азия бөлігінде, оңтүстік шығыс Азия бөлігінде бірнеше елдердің ұлттық діндері болып саналады. Және ислам дінінде өзі тармақ бөліну бойынша екіге бөлінеді олда. Ол суннизм және шиизм деп, немесе қазақша айтқанда сунниттік және шииттік деп те айтса болады. Осылардың ішіндегі ең ежелгісі буддизм екендігін айттық, және кейіннен христиан діні пайда болды. Ал біздің заманымыздың 630 жылдары ислам діні пайда болады. Ол таралу аймағы бойынша ислам діні осы түгел Евразия ғана бойынша айтатын болсақ, Евразияның Европаның оңтүстік бөлік шамасында, кейбір бөліктерінде, оңтүстік шығыс бөлігінде, және Арабия түбегі түгелдей оңтүстік Азияда және кейбір оңтүстік шығыс Азиядағы елдерде таралған. Және Орта Азияда, Ресей территориясындағы бірнеше елдер осы ислам дінін ұстанады. Тек қана шииттік бағытты Иран, Ирак сияқты елдер ғана ұстанады. Келесі, католик діні. Осы католик діні дегенде христиан діні, католик тармағын осы батыс Европа, протестант діні Орта Европа, шығыс Европа, православ дінін ұстанады. Келесі, Будда діні қазір кезде осы оңтүстік шығыс Азия, шығыс Азияда кеңінен таралған. Енді жеке-жеке тағы да тоқталайық, ол ұлттық діндер. Ұлттық діндердің бірнеше түрлері бар. Біріншісі синтоизм. Синтоизм діні Жапонияның ұлттық діні болып саналады. Ол жерде көбінесе Фудзияма жанартауына табыну деген сияқты дәстүрлер кең таралған. Келесі, индуизм. Индуизм бұл Үндістанның ұлттық діні болып саналады. Индуизм осы жерде таралған, және ол жердегі көзге көрінетін ырым тыйымдардың бірі сиырларға табыну деген сияқтыларды көрсетуге болады. Және Үндістанның жарты халқы, осы батыс бөлігіндегі халықтар мұсылман дінін ұстанады. Келесі, иудаизм. Екеуін шатастырып алуымыз керек. Ол иудаизм еврейлердің ұлттық діні, яғни Израиль елінің ұлттық діні болып саналады.
Сонда бір ұлт ұстанатын діндер ұлттық діндер деп аталады екен. Келесі Қытайда екі ұлттық дін бар. Ол жерде біріншісі осы оңтүстік аймақтарда конфуцийшілдік және даосизм деген екі дін бар, Будда дінінен бөлек. Ал мына жақтағы Корей халқы және Филиппиндер, олар Азиядағы жалғыз осы христиан дінін ұстанатын елдер деп те айтса болады. Будда дінімен қатар осы христиан дінін ұстанады, католик бағытын. Және де келесі ұлттық діндер ол ламаизм деген ұлттық дін бар. Ол Лхаса қаласында пайда болған және Тибеттің ламаизм діні ұлттық діні болып саналады. Келесі дәстүрлі діндер. Біріншісі анимизм, рухқа, қанға табыну. Келесі фетишизм, ол затқа табынушылықты білдіреді. Тотемизм, жаңа айтқан сиырға табыну сияқты, ол Үндістанда тотемизм, жануарға табыну дамыған. Келесі осы Моңғолия территориясында буряттар, моңғолдар көбінесе шаманизм дінін ұстанады, яғни бақсы балгерлерге сену деген сияқты. Енді діндерін айтып болсақ, келесі халықтарына жеке-жеке тоқталайық. Қандай халықтар өмір сүреді, қандай тілдік топтарға, тілдік семьяларға жататындығын көрсетеміз. Бұл жердегі халықтар негізінен европалық және азиаттық болып бөлінгенімен нәсілдері бойынша да солай. Көбінесе бұл жерде нәсілдерін айтатын болсақ, шығыс және батыс Европа түгелді европалық нәсілге жатады, шығу тегі бойынша. Ал Азия бөлігіндегілер, орталық және шығыс Азиядағылар, оңтүстік шығыс Азиядағы халықтар, олар негізінен монғолиттық нәсілге жатады. Ал оңтүстіктегі осы арабтар мен үнділер, ол көбінесе европалық нәсілге жатқызады. Ал мына Шри-Ланка және бірнеше аралдардағы халықтар осы африкалық қара нәсілге жатады. Экваторлық нәсіл деп те кейде айтады, терісінің түсті қара болуына байланысты. Енді осы жердегі халықтарға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, ол халықтар негізінен славян халықтар туралы айтайық. Бірінші, славян халықтары шығыс, міне бірінші славян халықтары. Славян халықтары славян тілінде осы сөйлейтін халықтарға, тілдік семьяға негізінен ең үлкен халық ол орыстар жатқызуға болады. Орыстар мына жердегі шығыс Европадағы украиндер, белорустар, чехтар, поляктар және осы бұрынғы Югославия халықтары, хорваттар, сербтер, словениялықтар және словакиялықтарды, косовалықтарды осы славян халықтарының қатарына жатқызуымызға болады. Келесі, роман тіл тобы. Роман тіл тобы әлемдегі ең ерекше тілдерді қамтиды. Ол жерде мысалға итальяндықтар, испандықтар, португалдықтар, және де румындықтар, молдавандықтар, француздар осы роман тіл тобына жатады. Келесі, ол герман тіл тобы. Герман тіл тобы көбінесе солтүстік Европаны қамтиды. Ол ең оңтүстік шекарасы осы Германия жерінен қамтиды. Германиялықтар, яғни немістер, даттықтар, Даниядағы және Скандинавия елдеріндегі норвегтер, және де мына жердегі шведтер, ағылшындар, ирландықтар, уэльстер, шотландықтар және исландықтардың барлығы осы герман тіл тобына жатады екен. Келесі енді Азия бөлігіне өтетін болса, ол жерде бірінші үлкен тіл семьясы бар. Ол Алтай тіл семьясы, яғни Алтай тіл семьясының өзі бірнеше топтарға бөлінеді. Бірінші тоқталатынымыз ол түркі халықтары. Түркі халықтары негізінен орталық Азияны, осы батыс Азияны және шығысқа дейін қамтып жатыр. Оның ішінде Ресей территориясында халықтарды жатқызуымызға болады. Олардың тілдік ерекшеліктері, түрлері бір-біріне өте қатты ұқсайтын болып келеді. Біріншісі, ең көп саны бойынша айтайық, ол жерде түріктер, өзбектер, қазақтар, қырғыздар, түркмендер және татарлар осы түркі тіл тобына жатады. Және орталық Азияда орналасқан екен деп біз тәжіктерді оған қосуымызға болмайды. Себебі тәжіктер олар парсы тіл тобына жатады. Олар парсы тіл тобына тағы да тоқталатын болсақ, осы ирандықтар, Ирак жерінде орналасқандар жатады. Ауғандар, тәжіктер және осы парсылар осы тіл тобына жатады. Келесі Сино-Тибет деп аталады. Ол Сино-Тибет үлкен аумақты қамтиды және саны да көп болып келеді. Ол жерде қытайлар, тибеттіктер және де осы Қытайдағы бірнеше ұлттарды жатқызуымызға болады. Келесі, ол көбінесе айтатынымыз ірі жеке халықты құрап тұрған семит хамит, яғни арабтар осы халықтарды қамтиды. Келесі, ол жердегі ірі халықтар бөлек тұрған буряттар мен монғолдар жатады. Келесі,
Ол Қытай тіл тобында тағы да және вьетнамдықтарды осы оңтүстік шығыс Азиядағы жатқызуымызға болады. Ал Евразияда әлемдегі және Евразиядағы оқшау тілдері қатарына жапон, корей жатқызуымызға болады. Оқшау тілдер. Ол оқшау тілдер жапон және корей тілдері. Неге оқшау дейміз? Себебі ол ешқандай тіл семьясына жатпайды, басқа тілдерге ұқсамайтын болып келеді. Жазылуы тек қана қытайларға ұқсауы мүмкін, бірақ мүлдем басқаша жазылады. Енді Евразиядағы елдерге жеке-жеке тоқталатын болсақ, ол жерде әлемдегі ең ірі елдер орналасқан. Ең бірінші осы Ресей, 4 ірі елді айтатын болсақ, Ресей, келесі Қытай 2-ші орында, 3-ші орында Үндістан, және 4-ші орында Қазақстан болып келеді. Және одан басқа Иран, Сауд Арабиясы, Моңғолия сияқты ірі елдер орналасқан. Енді келесі Евразияда халық жаңа көп деп айтуымызға байланысты осы жердегі елдерге тоқтала кетейік. Халық саны 100 миллион асатын елдерге. Бірінші әлемдегі орында отырған Қытайды, Үндістан, келесі Индонезия, Пәкістан, және Бангладеш, Жапония, және Ресей сияқты халық саны 100 миллион асатын елдер айтуымызға болады. Одан басқа халық саны көп елдерге Филиппин, Түркия, Германия, Франция және Вьетнам, Иран сияқты елдерде де осы халық саны ірі елдерге жатқызуымызға болады. Евразия материгін қорытындылап кететін болсақ, және ол жерге қосымша мәліметтер айта кететін болсақ. Бірінші, осы жерде солтүстік жерлерде Исландия аралы орналасқан. Ол Исландия аралын Айсленд, яғни мұзды арал деп аударғанмен, оның мағынасы мұз бен от ел деп те айтамыз. Ол жерде өйткені 20-дан астам ірі жанартаулар орналасқан, ең ірісі Гекла жанартауы. Келесі Скандинавияның солтүстік бөлігі Лапландия, яғни Аяз ата мекен деп аталады. Және де Евразияда өте көп жанартаулар бар. Ол көбісі Зонт аралдарында, Жапон аралдарында, және осы Италия жерінде, Исландия жерінде орналасқан. Соларда жеке-жеке тоқталатын болсақ, Исландиядағы ең ірі жанартау Гекла деп аталады. Италияда 2 Этна және Везувий жанартауы бар. Біздің заманымыздың 79 жылы Помпей қаласы осы Везувий жанартауының атқылауынан жойылып кеткен. Кейіннен Кавказ жерлерінде сөнген жанартаулар бар, әлемдегі сөнген жанартаулар. Ол Эльбрус пен Қазбек. Келесі Зонт аралдарында әлемдегі ең қатты адамзат тарихындағы жанартау атқылау болған. Ол 1883 жылы болған. Зонт аралдарының бірінде 816 метр құрайтын Кракатау жанартауы атқылау нәтижесінде бірнеше мың адам қаза тапқан. Келесі жанартау ол Евразиядағы ең биік жанартау болып саналады. Ол Камчатка түбегіндегі Ключи шоқысы. Ол белсенді сөнбеген жанартау болып саналады. 4750 метрді құрайды. Ол Ключи шоқысы. Және де Евразияда осы Евразияны қорытындылайтын болсақ, дүние жүзіндегі ең ірі материк болып саналады. Ол жерде бірнеше түрлері бар. Және де